Саламатсыңдар ма, балалар? 3 сынып қазақ тілі сабағы. Тақырыбы сан есім. Оқу мақсаты мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Түрді жағдаяттағы әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу. Бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, көлбеу, үзбей және біркелкі жазу қарқын жеделдету. Сөйлемнен сөз таптары, яғни зат есім, сын есім, сан есім етістікті Төрт аяғы бар. Адам деуге болмайды. Сақалы тағы бар. Бұл не? Ешкі. Жарайсың, Дана. Қойылым басталды. Барайық. Қайталайық. Сан есім. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Ашамыз, бүгінгі күнді жазамыз. Сынып жұмысы сан есім. Балалар, енді кітабымыздың 79-шы бетін ашайық. 26-шы жаттығуға назар аударайық. Ертегі, түйе мен түлкі. Түлкі тоғайда түйені көреді. Денесі ойқы-шойқы, олпы-солпы екен. Осыдан бірдеңке түсіп қалар деп, алыстан аңдып жүреді. Бір күні түйе өзеннің арғы жағына өтеді. Оны бақылап тұрған түлкі: «Вау, түйе, су терең бе екен?» деп сұрайды. «Терең емес, тізеден ғана келеді», дейді түйе. «Тізеден ғана болса, таяз екен» деп, түлкі түйе жаққа өтпек болады. Суға түседі, арғы жаққа бет алады. Өзеннің ортасына да жетпей, бір батып, бір шығып, қақалып, шашалып суға тұншыққан түлкі түйеге айғай салады. «Тізеден дегенің кәне, мен батып барам ғой. Сенің тізең менің тізем бірдей ме? Әлін білмеген әлек деген осы», дейді түйе. Ертегінің мазмұны бойынша бір-бірімізге балалар енді сұрақ қоямыз. Түйе мен түлкінің қайсының жауабы шындық, қайсыныкі жалған екенін дәлелдеп көрейік. Балалар, кітабымыздың 80-ші бетін ашайық. 27-ші жаттығу. Мәтінді көркем жаз. Зайсан көлі Шығыс Қазақстан облысында орналасқан. Көлдің ұзындығы 100 километрден асады. Тереңдігі 8-9 метр. Мәтінді көшіріп жазамыз. Сан есімдерді тап, олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын айтамыз, балалар. Ашылық үзіліс. 28-ші жаттығу. Жағдаятты оқып, сұрақтарға жауап бер. Серік достарымен бірге ауыл сыртындағы бұлаққа келді. Ол бұлаққа көзін шөп шалам, босаған ыдыс және қоқыстар басып бітеліп қалғанын көрді. Балалар, осы жағдаятты оқып, мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Балалардың әрекеті қандай болмақ? Бұлақ көзінің бітеліп қалуына кімдер кінәлі деп ойлайсыңдар? Егер сендер осы балалардың орнында болсаңдар, не істер едіңдер, балалар? Кәне өз ойымызды жинақтап айтып берейік. Балалар, бүгін қандай сөз табымен таныстық? Дұрыс айтасыңдар. Сан есім. Балалар, енді бері қарайық. Қасиетті сандар туралы не білеміз? Қандай қасиетті сандар бар? 7, 3, 4, 5. Балалар, енді осы қасиетті сандар туралы не білеміз? Естігендерің бар ма? Сол туралы өз ойымызды жинақтап айтамыз. Үйге тапсырма. Күнделікті енді ашайық. Үй тапсырмасын жазайық. Сан есімнен алған білімді ұмытпай есте сақтап алайық, балалар. Үйге 29-шы жаттығу. Ойлан, тап. Балалар, бүгін сабаққа барлықтарың да жақсы қатыстыңдар.
Сендерге көп рахмет. Сау болыңдар.